Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін біз сіздермен маңызды және өте қызықты тақырыпқа экзотермиялық және эндотермиялық реакцияларға арналған бейне дәрісті бастаймыз. Экзотермиялық және эндотермиялық реакцияларды түсіну тек химияны жақсы меңгеруге мүмкіндік беріп қана қоймайды, сонымен қатар күнделікті өміріміздегі көптеген құбылыстарды түсінуге көмектеседі. Біздің дәрісіміз мына тақырыпқа арналған: термохимиялық теңдеулер, әртүрлі жанғыш заттардың қоршаған ортаға әсері. 5 минут ішінде біз термохимиялық теңдеулерді пайдаланып есептерді шешудің негізгі ұғымдары мен мысалдарын қарастырамыз. Біздің мақсатымыз оларды мектепте қалай оқыту керектігін түсіну, бұл материалды оқушыларға қолжетімді және қызықты ету. Бұл сабақта сіз химиялық реакцияның жылу эффектісі арқылы есептерді шешу жолдарын қарастырасыз және әртүрлі жанғыш заттардың қоршаған ортаға тигізетін зардаптарымен танысасыз. Сонымен негізгі ұғымдарды анықтаудан бастайық және есептерді шешу мысалдарын қарастырып көрейік. Дәптерлеріңізді алып, химиялық өзгерістер әлеміне қызықты саяхатқа дайындалыңыз. Термохимияның негізін қалаушы жылу эффектінің шамасын пайдалануды ұсынған орыс ғалымы Герман Иванович Гесс. Термохимия химиялық динамиканың бір бөлімі. Оның міндеті химиялық реакциялардың жылу эффектісін анықтап, зерттейді. Термохимиялық теңдеу реакцияның жылу эффектісі көрсетілген реакция теңдеуі. Термохимиялық теңдеулерді қолданып, есептерді шығару алгоритмімен танысып көрейік. Бірінші, бөлінетін немесе сіңірілетін жылуды көрсететін реакция теңдеулерін жазыңыз. Екінші, реакциядағы реагент немесе өнімнің мөлшерін анықтаңыз. Үшінші, пропорция көмегімен жылу эффектісін есептеңіз. Термохимиялық теңдеу арқылы жылу мөлшерін анықтау есебін қарастырып көрейік. Бірінші есеп: магнийдің жану реакциясы нәтижесінде 120 грамм магний оксиді түзілгенде бөлінетін жылу мөлшерін термохимиялық теңдеу арқылы анықтаңыз. Сізде магнийдің оттегімен жану реакциясы келтірілген. Құрметті әріптестер, есепті шығарғанда оқушылардың назарын заттың мөлшері ұғымына байланысты формулаларды қолдануға назар аудартуды қажет етіңіз. Есепті шығару үшін заттың массасы бойынша магний оксидінің мөлшерін анықтайық. Ол үшін зат мөлшерін анықтайтын формула арқылы магний оксидінің зат мөлшерін анықтап көрейік. Яғни магнийдің зат мөлшері 120 граммды 40 грамм мольға бөлген кезде 3 моль шығады. Реакция теңдеудегі коэффициенттерді ескере отырып, пропорция құрайық. Яғни 2 моль магний оксидінде 1204 килоджоуль энергия бөлінсе, ал теңдеуге сәйкес 3 моль магний оксидінде белгісіз килоджоуль энергия деп пропорция арқылы жауабын тауып көрейік. Нәтижесінде жауабында 1806 килоджоуль энергия бөлінеді. Термохимиялық теңдеуді құрудың кері есебін қарастырып көрейік. 48 грамм метанның жануы нәтижесінде 2406 килоджоуль жылу бөлінеді. Осы реакцияның термохимиялық теңдеуін жазыңыз. Метанның жану реакциясын теңдеуін жалпы түрде жазу арқылы есепті шығарып көрейік. 48 грамм метанның мөлшерін формула арқылы анықтайық. Формулада анықталған кезде метанның мөлшері 3 мольға тең. Реакция теңдеуіндегі коэффициенттерді ескере отырып, пропорция құрамыз.
Есептің шарты бойынша 3 моль метанда 2406 килоджоуль энергия бөлінсе, ал 1 моль метанда 2 килоджоуль энергия. Пропорцияны шығару арқылы жылуды табамыз. Яғни жылудың мөлшері 802 килоджоуль энергия бөлінеді. Нәтижесінде метанның жану реакциясының термохимиялық теңдеуінде 802 килоджоуль энергия бөлінеді. Энергетика саласында отынның жану жылуын пайдалана отырып, жылу энергиясын өндіру есептелінеді. Жанғыш отынды пайдалану қоршаған ортаға әсер етеді. Енді отынды пайдаланудың экологиялық аспектісіне назар аударып көрейік. Әртүрлі отынның қоршаған ортаға әсерін айтатын болсақ, біріншіден, көмір қышқыл қалдығынан ауаның ластануы, қазба отындарынан шыққан көмір қышқыл газы парниктік эффектіге ықпал етеді. Сонымен қатар азот пен күкірт оксидтері де ауаны ластап, қышқыл жаңбыр тудырады. Нәтижесінде топырақ пен су объектілерінің сапасын нашарлатады. Екіншіден, мұнайдың төгілуі экожүйеге зиянды әсер етіп, флора мен фаунаның өліміне әкеледі. Экологиялық өзгерістердің салдары климаттың өзгеруіне әкеледі. Бұл парниктік эффект, планетадағы қоршаған температураның жоғарылауы, мұздықтардың еруі, теңіз деңгейінің көтерілуі, экожүйелердің бұзылуы, өмір сапасының нашарлауы, ауаның ластануы, адамдар мен жануарлардың тыныс алу мөлшері аурулары, био әртүрліліктің жоғарылауы, кейбір түрлердің жойылуы, тіршілік ету ортасының жойылуы. Оңтайлы шаралары жаңартылған энергия көздерін ашу, зиянды қалдықтарды азайту, тазарту технологияларын жетілдіру. Бұл шаралар қоршаған ортаға әсер ететін жағымсыз салдарды азайтуға және экологиялық тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Менің ойымша, сіздер тапсырмалармен тамаша жұмыс жасадыңыздар. Бүгінгі бейне сабақ сіздер үшін пайдалы және қызықты болды деп санаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі бейне сабақта кездескенше.